Ақтауда қарттар күніне орай қайырымдылық акциясы өтті. Біз адамбыз, біз біргеміз үкіметтік емес ұйымның бастамасымен ұйымдастырылған шараға көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасылар қатысты. Толығырақ келесі бейнекөрсетілімде. Сырт киім, аяқ киім, ойыншықтар, азық-түлік. Мұнда тұрмысқа қажет дүниенің бәрін табуға болады. Акцияға қатысушылар осында жиналған заттардың ішінен қалағанын таңдап алып жатыр. Қайырымдылық шараның өтуіне қалалық әкімдік, Қазақстан Халқы Ассамблеясының ұжымы, жеке кәсіпкерлер атсалысып отыр. Ал жиналған дүниелердің көп бөлігі қала тұрғындарының әкелген киім-кешектері мен бұйымдары. 1 қазан қарттар күніне орай мына жерде үлкен қайырымдылық акциясы ұйымдастырылды. Бұл қайырымдылық акцияның негізгі ұйымдастырушысы «Мы люди, мы вместе» қоғамдық қоры. Оның жетекшісі Иманғазы Досмұхамбетов. Бұл жерде қала тұрғындарына, сонымен бірге қала маңайындағы елді мекендердің тұрғындарына арналған көптеген киім-кешектер және азық-түлік бұйымдары. Бүгін қарттар күні. Біз өзімізден жағдай төмен, немесе денсаулық төмен, немесе тұрмыс жағдай төмен адамдар туралы ұмытпауымыз керек. Қашанда қайырымды болуымыз керек. Қайырымдылық шараның игілігін көру үшін алыс жақын аудандардан арнайы келгендер көп. Олардың отбасына қажетті киім-кешектерді тегін алып, қаржы үнемдеуге мүмкіндік беріп отырған ұйымдастырушыларға алғыстары шексіз. Келінім бар, 3 немерем бар. Сон 3 немереме кішкене киім-кешек қарайын деп едім. 14 мекені бұрын сол жерде бар еді, жаңа осындай зат беретін жайын. Осы жақ ауысып кетті. Соны Иманғазымен ызбант етіп едім, осы жерге келіңіз деді. Соны осы жерге келіп атқаным ғой. Ұйымдастырушыларға бәріне көп қамқор етіп атқан, жәрдем етіп адамдарына көп рахмет. Біз адамбыз, біз біргеміз үкіметтік емес ұйымы апта сайын 20 шақты отбасыға материалдық көмек көрсетіп келеді. Ал бұл жолы ұйым мүшелері қайырымдылық шараның кең көлемді ұйымдастырып, облыстан 700-ге жуық әлеуметтік жағдайы төмен және көп балалы отбасыларды қамтып отыр. Әсем Сартбаева, Айнұр Маратқызы, Бейбіт Нұрсейіт, Каспий ақпарат.